Мына жерде химия болады, яғни порошок сабындар азық-түлікке араласпайды, мынада азық-түлік болады. Сосын 50 кило ұн қосып жатырмыз, высший сорт. Одан кейін бір жылқы сойғыздық, соны бүгін бөлдік. Зубная щетка и міне туалетный бумага. Пичка дегенбіз, әр отбасыға әйтеуір керек қой деп. Толды, мынау да толды. Осылай бір отбасыға алып барамыз. Бұның жанында бір қапта бізде картошка, пияз, сәбіз, кәдімгі үшеуі бір қап. Одан кейін келесі қабымызда асқабақ, капуста и свекла. Бір пакетте жылқының еті бар, 50 кило ұн бар. И балаларға әйтеуір алдымыздан жүгіріп шыққанда қолына ұстатамыз деп бір пакетке әдемелеп сары алмасын, қызыл алмасын, бананын бөліп салдық коробкамен алып. Altı 77 350 общий продуктамыз. Қазір енді жүктідағы балаларға барайын. Картошканы дұрысын салдыңыз ғой. Өткенде бір картошка алдым, сіздер наған жоқ, бірақ ішін ашсаң, аши бересің ғана домалап, кальциос бар ғой, ішінде қара. Кете береді ғой сол до конца. Павлодар салдыңыз. Свекланың, мен басымдайын саған жоқсыз ғой, 40 сағат қайнайтын. Дұрысын салдыңыз ба? Қанша болды біздікі? 190.500. Халық банк бар ма? Қараңыздар, бір отбасыға екі қазысымен, белдемесімен, міне мынандай әдемі жаясымен, мынау қазыдан сылып алған неге қабырғаларға дейін салып тастадық. Белдеме, міне омыртқасы әдемі. Бір отбасыға осындай әдемі ет болды. 15 отбасыға бөлдік. Бүгін 10 отбасыға апарамыз. Ертең 5 отбасыға, қасына 5 қой қосып, 10 отбасыға 10 түгелдеп апарамыз. Ол. Ай, ұнартқан ағалар беркеңдер, мәңдер. Алыңыз. Бүгін ғана. Алыңыз. Мәңіз. Алыңыз. Беріп тұрған кезде алады. Рахмет. Да? Аға, мәңіз. Еңбек ақыңыз. Е. Бересіңіз. Ұрыс балам. Жақсы өзіңіз қалайсыз? Рахмет алыңыз. Свежий ма, тәте, бүгінгі ма? Не істеп аласыз, тұздамады мен. Бір кісі қатты тұз жақсы көріп береді, тұздамаған жақсы көреді. Қазана жақта кеттер алып келеді. Мына ұныңыз, енді азық-түліктер. Тағы бар. Жұмысқа шығамай кішкене жүргенім. Тексерілуге әр аңғасына әр не кетіп жатыр. Алла жар болсын өзіңізге. Алла қаласа қызыңызға да өзіңізге де Алла жеңілдігін берсін. Мына жерде химияңыз бар. Анда асқабақ, свекла, капуста. Қазір картошка, пияз, сәбіз. Мына ішке кіргізе салайын. 40 мың теңгеден көтеремін деп отырған.
Сіз Света қымбаттап сенен офиске шығып жатыр. Өзім жаңа жылдан бері ауырып жұмыс істемей жатырмын. Арасында қызымды мектепке апарып, демалыс келсе жұмысқа шығатынмын. Неге бүйтіп әлсіреп қатты ауыра берген, мына 20 рет тексерілгенде сол қанша анализ тапсырып жүріп гепатит С шықты. Енді гепатит С емделеді деп жатыр. Мен жауапты. Әйтеуір қатарынан қалдырмайын деп жатсыз ғой қызды. Қатарына қосылып кетсін Алла қаласа. Бұдан алдым қыздарым мектепте. Жаңа түсті кетті ортаншы жылдың 6 сынып оқиды. 3 қыз ба? Теріңіз алға басып, бала-шағаның рахатын көріп жассынауы. Осындай жұмысты басқарып, осындай адамдарға ия беріп, қуантып жүргеніңізге Аллаға сансыз шүкір. Сізді маған келгеніңізге сансыз шүкір. Жалпы дінімізде де бар ғой, дінді қиындатпаңдар деген, денсаулығыңызға қарайсыз ғой енді. 100 мың теңге енді. Біз негізі тек қана азық-түлік таратып жүргенбіз. Әйтеуір немізде әйтеуір пітірімізді беру керекпіз. Мұсылманның парызы ғой бұл да бір. Осы бір отбасымыздың пітірін мен сізге берейін мына жерде. 100 мың теңге. Осы бір айлық квартираңыздың су светіңіздің ақшасы. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Алла нәсіп етсе, алдағы уақытта қайырымдылықты жалғастырып жатсақ, міндетті түрде хабарласуға тырысамыз. Жарай ма? Бірақ енді қазір енді қайырымдылық жаңағы баспана алып беруді тоқтатып қойдық. Білесіз оны өзіңіз. Сондықтан да мен әзірге ештеңе деп уәде бере алмаймын, бірақ тек қана Алладан әйтеуір жақсылықтан үміттіміз. Қызыңыздар ауырмасын, ештеңе жоқ, ертең бұл қыздардың бәрі бой жетеді. Әлі менің мамам деп осы күндеріңізді күліп еске алатындай күнге жеткізеді осы қыздарыңыз. Аумин. Қасиетті айда осы тілегіміз қабыл болсын. Аман болыңыз. Бала-шағаның рахатын көріңіздер. Аумин. Аумин. Ал халқым, 10 мен 15 аралығында менен кушон алған жандардың атынан біз 50 отбасыға азық-түлік алып барамыз деп айтқан болатынбыз. Бүгін 2-ші күн бисмилля деп 1-ші отбасыға келіп жатырмыз. 3-ші топ мүгедектігі бар екен анамыздың, 2-ші топ мүгедекті қызында бар екен. Жалпы қиын жағдайда отырған отбасыдан бисмилля деп бастадық. Қасиетті айда осындай үлкен сауапты іске үлес қосып жатқан барлықтарыңыздың сауаптарыңыз еселене берсін. Бүгін 14-і, бүгін ертең соңғы күн екен, Алла нәсіп етсін. Сәлеметсіздер ме? Қалай? Етті қай жерге қоямыз? Оппа. Ана шетке қояды. Қыздар, сәлем, қалайсыңдар? Мына жерде алма, банан, нан столға қоя берейін. Кімнің несін деп айта қояйын? Человек болып па, Спайдермен ба? Человек болып па, үстіндегі? 4 балаңыз бар ма? Жоқ, 5. Сабақта? Сізді көрсетті, арманда жүретін. Күнде Инстаграмдан көреміз ба? Көріп жүрсеңіз, Инстаграмда айттық, қазір кішігірім әйтеуір кушон сатып бір нәрсе істеп жүрміз. Әйтеуір халық қолдап жатыр, сол халықтың атынан деп өздеріңіз секілді көп балалы аналарға осындай азық-түлігіміз бар кішігірім. Қазір мына жерге жігіттер тасып жатыр. Мынау барған үйде бірінші менің көзім қазан мен шәугімге түседі. Өзіміз 4 баламен ештеңеге үлгермейміз, бірақ ыдыс-аяғыңыздың бәрі жалтырап тұр екен. Пысық келіншек екенбіз. Аман болыңыздар. 1 жасқа толмаған ғой, әлі? 1 жасқа толды. Толдыңыздар ма енді? Сырға тақып қойыпты. Сырғаң түсіп қалсын сенің. Сырғаң түсіп қалсын. Баланы көрсетпек бұрын қалауымда көрішетін осы айтсыларым екен деп. Пысық қыз деп. Жақсы, аман болыңыздар. Алла қаласа, қасиетті айда тілеген тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Ауырмай өсе беріңіздер. Пек жаман қыз. Мамасының аузынан түсіп қалған. Жеттім ғой кәдімі. Ауысыр соланы бір көрсем бармады жеттім. Ой, арманыңыз прошқа екен ғой. Дұға тілегім қал болды. Оразайында дұға тілегім ғой. Иә. Көрәпсің ме өзіңді? Қалайсың, жақшымсың, жақшы жүрсіңдер ме? Нан бар ма? Ама кім қаны?
Voy amaki, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? To'rttadan 8 paket desa 32 bo'ladi. Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Ko'rdingizmi? Xursandmisiz? Jannatga yo'llaysiz, jannat. Rahmat. Inshaalloh. Istaga sal uylaning, chaqqan aka. Bugun ham sho'shyapman. Voy nimaga tirishyapsiz? Kimda ayib bilmayman. Voy rahmat. Akam qo'lini bari kuygan. Akam qo'lini bari kuyganmi? O'zi shunaqami? Ha, to'g'ri, onormi? Onorbek deyish kerak a unda. Ayba shu. Qaday ayba? 32 bo'ldimi? Besplatno reklama qilyapsan, ha? Kimga? Sengami, mengami? Xo'p, mayli. Shunday yo'limizdan qaytmasdan astag'firullah bo'ling. Rahmat. Amin, rahmat. Nima Najibning ismi Rusbala ekan. Ya? Rahmat. Al aman esin o'saver. Sabaqni yaxshi o'qi. Rahmat. Екі Rusbala. Халықтың қалаулысы ғой. Rusbala деген атқа лайық бол. Квартираға 110 мың төлеп отырғам, 180-ге көтерді. Басқа квартира арзандырақ тауып кетеді ме деп отырмын. Сәлем, қалайсың? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Иә, сәлеметсіз бе? Кішігірім азық-түлік. Қазір картошка, пияз. Қобалжып кеттім. Неге? Неге қобалжып жатсыз? Атың кім сен? Қобалжып жатсыз. Атың кім сен? Аяғым. Инстаграмнан ешқандай видео тастамай көреді. Мәссаған. Нағыз менің жанкүйерім десеңізші, қолдаушым. Бесеу өзімдікі, біреу асырап алған. Аман болыңыздар, ауырмай өсе беріңіздер. Қызға да Алла шипасын берсін, ауырмай өсе бер жаным. Мынандай бір кішігірім үйге келдік. Ұзын времянка ғой. Саламатсыз ба? Үйінде жоқ. Жасап кете саламыз ба? Сюрприз болады кейін. Енді көрініп тұр, кішкентай аяқ бір бөлме болды ашылды. Продукт әкеле жатсыз ба? Кешке ауызда шығып реңгел әкелатқам ғой. Айдан білейін, үйде ешкім жоқ қой, кірамай кетпей тұрмыз. Беріп тұр екен, не істейміз енді кетеміз ба деп тұр едім. Біз күтіп тұрдық кішкене, сосын ешкім жоқ екен, не істейміз деп кірейін десек кірамаймыз, біреуіне рұқсатсыз. Несібе деген осы ғой, еще бұл кісі өзін айтпай, жаңағындай басқа да көмектесетін нелерге қасындағы 3 балалы әкені айтып жүр екенше, сол кісіге беріңіздер деп. Құдай біреуге берсең, саған да береді деген осы ғой. Жаным, жаңана кішкентай андай жасыл алмалар алып келе жатыр. Соны кейін айтып қояды ғой, жаңа банан дебет балалар, өлшеп едік деп. Жақсы, аман болыңыз, өсе беріңіздер, өне беріңіздер, бақытты болыңыздар. Әйтеуір үйде қарап отырған жоқ. Жұмыс жасайды дейді, бірақ әйтеуір жетпейтін қу дүние ғой, не табады дейсің бір күнде. Жалдамалы жұмысшы болып істейді дейді. Сол бананды көріп жылап жүрген ғой анамыз деген. Несібе біз деген ары ойланып, бері ойланып тұрдық, тәртіпке бағынған ел құл болмайды деп. Енді біреудің үйіне рұқсатсыз кіру енді заңды бұзу ғой. Бұйыртып жесін енді, ана отбасыға біраз уақытқа жетеді ғой, 50 кило, 18 кило ет ана жерде деген. Бір қап картошка, пияз, сәбіз. Ана сіңілім бөлседі, оны өз жемейді. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Алма, оны дастархан қойып. Амансыз ба? Алам жақсы. Сәлеметсіздер ме? Қызыңыз ба? Ыстық нан жүрсе, иә. Иә, кішігірім азық-түлік алып келгенбіз. Қасиетті ораза айында.
Рахмет, Алладан қайтсын. Amin, рахмет. Осы жетім жесірлерге, көмектестерге жақсы айлады. Әрқашан осындай өзіміздің адамгершілік мықты адамдардың көбейе берсін. Қалың қалай жаным, амансың ба? Кішкене Алланың осындай сынағы келіп қалды, енді шыдайсың, төзесің. Біз де сенің аяқтан тұрып кетуіңе біз де дұға жасаймыз жаным. Қасиетті айда бүкіл армандар орындалады, сондықтан Алладан сұрай бер. Бір күн аяққа тұрасың. Бізді олай кінәламаңыз. Алладан жеңілдігін сұраймыз тек қана болды. 30 жасымда ғана ашылар деп жесір болып қалып едім. Ақыры аяғымды боқтағаның құрыш. Жеміз болып. Ападен бұл бой жетіп тұрған кезде, жаныңызға батып тұрған түсініп тұрған. Өзінің күшімен оқуға түскен болатын. Тоқтатып татыстан, не олайын оқытыңдар десем, не олар көнбейді. Не өзімнің жөнді бір сауатымда, керемет емес сауатымда жоқ. Осы қыздың арқасында жүрген бір адам едім. Ана Алматының іштерінде да сіздер. Мына жақта азын аулақ жаңағы Аяғым киіп жүреді, нәскиін қап-қару. Ештеңе етпейді, носки жуылады ғой. Аман болайық. Неді, картошка, пиязыңыз, мынау азық түлік, мынау химияңыз, мынандай ет бар апай, әдемілеп тұздабаңыз, тұзда бар наның ішінде, біз тұздамадық. Кішігірім қыздың дәрісіне жұмсайсыз. Ала қойыңыз. Рахмет, аумин. Жақсы, аман болыңыздар. Болашақтағы тағы да осылай көмектесіп жазатын болсақ, сіздерді естен шығармаймыз. Ал себепті сүйінші жаңалық болсын шаңырағыңызда. Аумин. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Азамат әнес поладың тәтеміз. Инстаграмда. Ассалаумағалейкум, сары жігіт. Ойбай қыз ба? Жігіт дедім онда, кешір жаным. Бидайдар ма балалардың? Қызым неге қатысады? Биге қатысады, Алла қаласа үмітіңізді ақтап, осы бала шағаның несібесіне хан сарайда үйлі болыңыздар. Аман болыңыз. Алла қаласа осы 5 балаңыз, 5 жағыңыздан сізге Азамат тұрағы. бақыт алып келетін, үмітіңізді ақтайтын перзенттер болсын. Келді. Құсы кепті. Саламатсыз ба? Жігіт, алданбай тұрған. Кішігірім азық түлігіміз. Халықтың атынан қасиетті айда. Сіздерге қазір қалған жігіттер кіргізіп береді. Сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Қалайсыз? Көргеніме қуаныштым. Рахмет. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мына жаққа қоя салайын, е? Қыздар, сәлем, қалайсыңдар? Жігітті ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Магазинге қарыз болып қалған бедіңіз? Қарыз болып қалғанды қарыз аламын. Азық түлік па? Сол бұлардың пассивасын соған жағам. Квартираға берем жартысын. Қазір 50 мыңдай жетпей қалды квартираға. Сонымен. Қанша төлейсің ана жерге? 90. Қанша төлейсің ана жерге? 90. Ана жерге 90 мың төлейсің ба? Оның картошка пиязыңыз бар ана жерге. Ет бар. Химия. Тағы бір не бар еді ғой? Әрбір түрлі отыршы. Әрбір түрлі болатын. Сол ғой Инстаграмда көріп. Аға бір түрлі қарап қарап. Түрлі бол. Аға бір түрлі қарап қарап. Именно бұл кісіге келеді деп ойлаған жоқпын да.
тұздап алыңыз, иә, жарай ма? 4 балаңыз бар ма? 5 5-еу? біреу сау. Үлкен жеңіл дос 5-еу? Біреу сау. Үлкен жеңіл дос жеңіл па? 6 наркоз алғаннан кейін қазір айтады да, қазір ұмытып қалады. Мектептен таблицаны жаттаған ғой. Апай сұрайды, соны қайтадан ұмытып қалады. Әйтеуір квартираңыздың жаңа қалғанын төлеп алыңыз. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, аман Өте болыңыздар. қуаныштымын. Иә, мен де қуаныштымын. Балапандарыңыз ауырмай өсе берсін. Қай жерге қоямыз? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай, амансыз ба? 4 баламен осы жерде жатасыз, осы жерде тұрасыз? Иә. Қалайсыңдар, жігіттер, қыздар? Ел болып, көп болып, осылай ораза айында. Рахмет аумин өздеріңіздің. Рахмет аумин өздеріңіздің де. Бір кішігірім азық түлікпен көмектесек деп, өзіңіз сияқты көп балалы аналарға пәтер, жалпы барлығы пәтерде жүрген аналар ғой енді. Соның кішігірім енді көмегіміз, аздай болса көптей көріңіздер. Мені қолдаған халықтың оқырмандарым атынан аман болыңыздар. Етті тұздап алыңыз, мынаның ішінде тұз бар. Шешпей қойыңызшы аяғыңызды қазір нетіп жатыр. Жоқ, балалар жүр, шеше салайын. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мына жаққа қояйық. 9 балаңыз бар ма? 9 балам бар. Бәрін өзіңіз босандыңыз? Алла көп көрмесін. Әмин, рахмет. Мына жерге. Кішігірім, халықтың атынан. Ой, рахмет, Алла разы Иә, болсын. қасиетті айда азық түлігіміз. Рахмет, рахмет. Кеше келіп көргем сізді. Етті тұздап алыңыз, иә? Квартиралық таяқша алмай жатыр ғой, сол от жағып нетеміз ғой. Квартира алмай жатыр ғой, көп баламен. Өткенде газымен тұрып едік, бала көп болғаннан кіріп шығады, сөйлеп шығарып жіберді да, соған осы жерге бір военный кісі болған, сол кісі звондап, пока енді тұрып тұрыңдар, нетеді, көмір түсіріп берген ол кісі бір тонна сонымен шықты. Жақсы, аман болыңыздар. Жақсы, сау рахмет, Алла разы болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін. لو ألف في الدنيا لو ألف في العالم مش ممكن زي غرامك انت لي غرام لو أقولك إني بحبك Кім әкелді қыз бұны? Наргиз бен Равшан. Наргиз бен Руслан әкепті ғой бұны. 8 наурызды биылға тоқтатпаймыз ба? Болған жоқ па әлі? Үлкен рахмет Руслан мен Наргиздан, достарымыздан, осындай Дочи Гаваннадан. Әдемі аяқ киім. Қызым. Тепсе темір үзетін қыздарымыз айналайындар. Рахмет үлкен, Алла разы болсын. көздері бодадай сүйкімді мен ізіп байқаймын мейірімді сәбиден аумайтын күлкісі не деген сүйкімді